Алдыңғы сабақта біз сыныпта полис var mı? Sınıfta kalem var mı? Sınıfta harita var mı? Деп бар ма деп сұрадық. Олай болатын болса, мына жердегі мы сұраулық демеулік деген сөз. Қазақшада біз ма, ме, па, пе, ба, бе деп сұраулық демеуліктер бар бізде. Ал түркшеде 4 түрлі: ма, ми, му, мі. Енді қандай жағында мы, қандай жағдайда ми? Әдеттегідей қайда қараймыз? Сөздің соңғы дауысты дыбысына қараймыз. Егер сөздің соңғы дауысты дыбысы а немесе болатын болса, а бізде жуан екеуі де, және екеуі де езулік. Мысалға, var. Неге қарадық? Аға қарап, var mı деп сұрадық. Var mi, var mu, var mü деген жоқпыз. Ал егер мен немесе и болатын болса, соңғы дауысты дыбыс, бұлар бізде жіңішке және езулік дауысты дыбыстар. Олай болатын болса, ми деп сұраймыз. Мысалға, ev, үй. Ev, mi. Ev mi, ev mu, ev mü деп сұрамаймыз. Егер соңғы дауысты дыбыс о немесе у болатын болса, бұл екі дауысты дыбыс бізде жуан және еріндік. Олай болатын болса, му деп сұраймыз. Мысалға, доктор. Ең соңғы буындағы о жуан және еріндік. Олай болса, доктор му деп сұраймыз. Доктор мы, ми, доктор ми деп сұрамаймыз. Мі. Егер соңғы дауысты дыбыс немесе болатын болса, бұл екі дауысты дыбыс бізде жіңішке және еріндік дауысты дыбыстар. Онда, мысалға, үті, үтік. Үті мі деп сұраймыз. Yok mu деп сұрағанбыз. Biz var mı, бар ма деген сұраққа evet, var, ya бар, немесе hayır, yok, жоқ деген жауап берген болатынбыз. Бірақ кейбір жағдайда біз жоқ, бірдеңе емес деп жауап беруіміз тиіс болуы мүмкін. Ондай жағдайда түркшеде емес деген сөздің орнында değil деген сөзді пайдаланамыз. Değil. Мысалға, öğretmen sınıfta mı? Мұғалім сыныпта ма? Evet, öğretmen sınıfta. Ya, мұғалім сыныпта. Hayır. Жоқ. Мұғалім, öğretmen sınıfta değil. Мұғалім sınıfta емес, kütüphanede. Yani емес dedik, sınıfta değil. Evet, hayır. Evet'ten болымсыз ретінде hayır sözін пайдаландық. Емес деген кезде değil деген сөзді пайдаландық. Hayır, öğretmen sınıfta değil, kütüphanede. Жалғастырамыз. Телевизион açık mı? Açık негізі қазақшадағы ашық, яғни жабық, ашық деген сөз. Бірақ сонымен қатар теледидар қосулы ма, бірдеңе қосулы тұрма, жұмыс істеп тұрма деген мағынада да açık деген сөзді пайдаланады түріктер. Немесе қосулы емес, өшірулі дейтін болса, капалы. Телевизион капалы деп айтамыз. Телевизион açık mı? Теледидар қосулы ма? Evet. Televizyon açık. Televizyon açık mı? Hayır. Televizyon açık. Ne diyemiz? Емес деген кезде değil. Kapalı. Негізі жабық деген сөз, бірақ бұл жерде өшірулі. Futbol topu büyük mü? Futbol topu үлкен бе?
Evet, futbol topu büyük. Tenis topu büyük mü? Tenis topu ulken bir? Hayır. Tenis topu büyük değil. Қалай? Küçük. Кішкентай. Үлкен емес, кішкентай. Адам uzun boylu mu? Адам негізі түркшеде адам деген мағынада да қолданамыз, бірақ көбінесе әдетте ер адам деген мағынада қолданылады. Ер адам boyu uzun ба, uzun boylu ма деп сұрайды. Evet, ya uzun boylu. Kadın дегеніміз түркшеде әйел деген мағынада, қатын деген дөрекі сөз емес. Uzun boylu mu? Әйелдің бойы uzun ба, uzun boylu ма? Hayır, uzun boylu емес дейміз. Қалай айтамыз? Değil. Kısa boylu. Қысқа boylu, яғни бойы қысқа. Defter ince mi? Ince, жіңішке. Defter жіңішке ма? Evet, defter ince. Kitap ince mi? Kitap жіңішке ма? Hayır, ince, жіңішке емес деуіміз керек. Олай болса, ince değil, kalın. Қалың. Бұл жерде неге назар аударамыз? Hayır, жоқ деген кезде, емес деген мағынада değil деген сөзді пайдалану керекпіз. Hayır, değil деген сөзді пайдалану керекпіз. Hayır, değil деп айтамыз. Hayır, değil деп, емес деп айтамыз. Біріншіден осыған көңіл аударамыз. Екіншіден ма, му, мө деген сұраулық демеліктер пайдаланылды. Бұл жерде неге қарадық? Açık mı, açık mı, boylu дегенде у болғандықтан му деп сұрадық. Büyük болғандықтан büyük mü дедік. Ince бұл жерде болғандықтан ince mi деп сұрадық. Тағы да бір назар аударатын нәрсе бұл жерде теледидар қосулы ма деген деп сұрағанда açık mı деп сұрады. Өшірулі деген жерде kapalı, яғни жабық деп жауап берді. Ашық, жабық, қосулы, жабулы деген мағыналарда пайдалана береміз.